Алла мен адам. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Алла мен адам, қайсысы күшті? Осылай сауал қоюға бола ма? Болмаса, біз Алла мен адамның қайсысынан көбірек қорқамыз деуге бола ма? Сондай-ақ, бізге Алланың бергені қымбат па, жоқ әлде адамның бергені қымбат па дегенше. Осындай бізге жауапты айқын сияқты көрінетін сауалдарды бірінен кейін бірін жалғастыра беруге болады. Біз бұл сауалдар жауабын айқын дедік, бірақ олай емес. Шынтуайтына келгенде біз барлық уақытта Алладан адамды биік қоямыз. Көз жеткізіп көрелік. Бірінші сауалға жауап: адам күшті. Алла таң атпай тұрып намаз оқыңдар деді. Айыптау дегеніміз жоқ. Бастығымыз сағат 9-дан қалмай жұмысқа келіңдер деді. Сүрініп қабынып сағат тілі 9 болмай жетіп бардық. Алла, бүркеншектеріңді жамылыңдар деді. Мәу дегеніміз жоқ. Бастық қызметтік киім бірыңғай болсын деді. Хоп дедік. Осылай Алла айтса, жоқ. Бастық айтса, хоп деп кете береміз. Екінші сауалға жауап: бізде Алладан қорқу керек-ау деген түсініктің өзі жоқ. Ал адамнан? Адамнан қатты қорқамыз. Мәселен, ұры өз қылмысын адамдардың біліп қоюынан қатты қорқады. Жеңіл жүрісті адам да өз жүрісінің адамдарға әшкере болып қалуынан қорқады. Сондай-ақ біз Аллаға емес, адамдарға ұнамай қалудан, адамдар алдында мәдениетсіз көрінуден, адамдарға ұнамай қалатындай үйлесімсіз киінуден қорқамыз. Үшінші сауалға жауап: бізде өзіміз иелік еткен нәрсені Алла берді-ау деген түсінік болмайды. Ал бөгде біреу кредитімізді жауып берсе ше? Сол адамның төбесі көрінгеннен бастап, алдында құрақ ұшатынымыз сонша, құл болып кетуге дайын тұрар едік. Енді осы айтқанымыздан ой қортайық. Қалай ойлайсыз? Біз осылай қабылдаған Алладан бізге ана дүниеде қайыр бола ма? Әрине, болады, бірақ біздің өз ісімізге де жауап беруге тура келеді де. Сондықтан, кеш болмай тұрғанда адамның алдына Алланы шығарсақ қалай болады екен? Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.